Менің қайынсам бар. Ей, көп сөйлеме, бәріміз қазақ ұйғыр бір жерге түсеміз. Жердің астында. Бұл дүние, бұл дүние. Бүгін көрген ертең жоқ. Ертең көрген бүрсігін жоқ. Мына жалған дүние қарағым. Аллам көріп тұр. Біз көрмегімен Аллам бізді міне көріп отыр. Мына дастарханда отырмыз. Бір-бірімізге қонақпыз. Қызымыз екеуміз бір-бірімізге қонақпыз. Бір үйде отырып дастарханда істепті. Енді ол айтқан ел айта берсін, Алла тағалам. Жазылетім әнерден өзім байқамай шығып қалдым. Әйтеуір жүріп жүргем. Кеше қыздарға айтсам кішкене келін босанып қалдан аяқты апарып көрсетіп келеміз деп жатыр ғой енді. Кішкене. Есіміңіз кім апа? Күлсін. Күлсін. Сіз жалғыз ба апа үйде? Қызыңыз келін бала. Қыздарым күйеуіне манақта. Көмек десе ма? Жамағат болып, кімдер көмектесіп отыр? Ешкім жоқ мақұл. Көпті көргеннен көп жасағаннан сұрама дейді. Көпті көргеннен сұра дейді. Суды сіңгендерге қойып, сөзді ұққанға тек қана солар күйеуінің кішәкесі болады ғой. Мынандай бір жапырағынан есікті тұрмайды. Ол өлгеннен кейін келмейді. Ал біз бұрын уақытта соғым адам болсам үйден шықпайды. Әзір енді ол кетті, басайым. Мен не қылады қарағым? Ел жұртым аман болсын. Міне, тауба, Алла тауба шүкір дейін. Келіп жатыр енді, ішіп жатырмын, келіп жатыр. Тауба дейін, Құдайға бұқанда шүкір амға. Кем емеспін, іштемеден кемшілігім жоқ. Енді мына өзімнің туған күйеуінің інілері бар ғой. Маған келіп мынандай қалың қалай деп қоймайды. Осыны естіп отырам, күйеу балаларға да айтамын. Ал енді қазақтар, қазақ болсын, ұйғыр болсын, Алла тағала бәрін бір жерге түсеміз ғой. Қазақта ұйғыр демейміз біз. Енді айтқан ел қане дейді. Аман болсын, ұйғыр болсын, қазақ болсын, бала шағалары аман болсын, ел жұрт аман, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын қарағым. Бала шағалар аман болып, осы заманымыз тыныш болып, екі жақ ынтымақты болып, міне сендер болған міне қазақты көріп жатқан жер, осы өздерін көріп отыр. Енді барлық жұрт аман болсын, енді ынтымақты болып, екі жақ бірдей болып. Ал енді айналайыз қазақ, ұйғыр дегенде Аллам бәрін жаратты, қазақты, ұйғырды. Құдайымның жаратқан несілер, пендесіміз, Алланың құлымыз, Мұхаммед пайғамбардың міндетіміз. Екі жақ бірдей болсын, Аллам өзі тегшек. Сен қазақ, мен ұйғыр деп айтуға болмайды. Аллам жаратты, Құдайым жаратты. Аллам өзі не қыламса өз қолында. Алла тағалам. Оны кім айтып тұр соны? Қазақ ұйғыр деп бөлмейді. Аллам өзі бәрін бір жер. Менің қайынсам бар. Ей, көп сөйлеме, бәріміз қазақ ұйғыр бір жерге түсеміз. Жердің астында. Бұл дүние, бұл дүние. Бүгін көрген ертең жоқ. Ертең көрген бүрсігін жоқ. Мына жалған дүние қарағым. Аллам көріп тұр. Біз көрмегімен Аллам бізді міне көріп отыр. Мына дастарханда отырмыз. Бір-бірімізге қонақпыз. Қызымыз екеуміз бір-бірімізге қонақпыз. Бір үйде отырып дастарханда істепті. Енді ол айтқан ел айта берсін, Алла тағалам. Жаман жақсы, жаман да бірдей, жақсы да бірдей. Бөлмейміз. Енді бөлген адам өз басына келсін, бала шағаларына көрінеді. Міне сендер қандай бөлмей деп отырсыңдар. Бір қазақ келмейді маған бір мынандай әкеп берген жоқ. Жаман сырқа жақсыны Аллам. Біреу жамандаса, жаман қылса, соған барып жақсы қылсын. Аллам өзі теңшейді. Ал біреу ұрыстып, ана-мына болып қалса, тек қуанама. Бері, сол жаман істеген адамға мәлсем, Аллам өзі теңшейді. Қайтарады, сенің жақсылығыңды Аллам көріп тұр. Біз көргенін Аллам көріп тұр. Қарағым, балаларға да айтамын, жоқ болса, бер. О дүниеде қолымызда не жанады. Міне, Алла маған әкеп жасыңдар, Аллам сендерге береді, қарағым. Аллам сендерге береді. Осы әкелгендерің рахмет. Маған бұйыртып жүрсін, сендерге не тейсін, сауабы тейсін, қарағым. Аман бұл әкетсің бар ма? Бар. Маған Аллам өзі теңшіп отыр. Аллам берері көп,
Анадан күзерден, Құдайдан күзерді береді. Сендер маған әкеп жасындар, сендерге Аллам Құдай береді. Амин. Білдің ба? Сонымен ешқандай ал енді жаманшылық қылып тұрса, мысалы, мен өссінмесең, ол сен кек қыма. Апар, мә, мына іші ғой, жек. Аллам өзі теңшейді. Аллам қолдайды, Аллам теңшейді қарап. Әкесі бар екен, біреу бүйтіп қойса, жоқ, кек қыма. Кек қыма, оған мә, деп қайта бер, соның